Ассаламу алейкум. Біздің үйдің ең сүйікті тағамдардың бірі рамен дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Кастрөлге толтырып су құямыз. Одан кейін етті салып, бетін жауып қайнатамыз. Бетіне көбігі шыққан кезде міндетті түрде сүзіп алып тастаймыз. Содан соң дәміне қарай тұз себеміз, жақсылап араластырып, бетін жауып, орташа отта 1,5 сағат пісіреміз. Сапыруды ұмытпаңыздар. Сорпаны сапырғанда өте дәмді болып шығады сорпа. Және 1,5 сағаттан кейін бүтін пияз бен сельдерейді саламыз және қара бұрыш сеуіп, бетін жауып 4 минут қайнатамыз. Одан кейін сельдерейді сүзіп алып тастаймыз. Келесі тамаққа қолдансаңыздар болады, тек дәмін шығарып алдық. Бетін жауып, тағы да лапшамыз піскенше қайнасын. Енді басқа кастрөлге су құйып, тұз сеуді ұмытпаңыздар. Қайнатып, одан кейін тез пісетін лапшаны салып, 10 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Ал енді сорпаға үкіштен өткізілген сарымсақ және соя тұздығын қосамыз. Араластырамыз. Және пиязымызды алып тастаймыз. Одан кейін ашық қызыл бұрышты қосып, жақсап араластырамыз. Бетін жауып 5 минут қайнатамыз. Ал лапшамыз піскеннен кейін суын ағызып сүзіп аламыз. Міндетті түрде 2 рет салқын суда шайып алыңыздар. Енді етімізді сүзіп аламыз да толық суытамыз. Толық суығаннан кейін барып тураңыздар, сонда шашылмай жақсы тура алады. Ұзынша етіп, немесе пластина етіп турап алсаңыздар болады. Мен өзім ұзынша етіп, әдемілеп турап алдым, солай әдемі көрінеді. Және жеуге де ыңғайлы. Енді сорпаға плавленый сырды салып, ерігенше араластырып тұрамыз. Одан кейін сорпаны 2 минут қайнатып аламыз. Енді раменді жинаймыз. Біздің отбасымызға 2 лапша жетпеді. Сондықтан 3-шісін қосып пісіріп алдым. Енді бұл тағамды ыстықтай ішіңіздер, өте керемет. Енді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Мына иісті экран ар жағынан жеткізе алсам ғой, шіркін-ай дедім ғой. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сорпасын құйып, етті бір шетіне және көк пиязды бір шетіне салыңыздар. Қуырылған саңырау құлақты да қосып берсеңіздер болады. Өте керемет болады. Жұмыртқаның сарысын саламыз. Жұмыртқаның сарысы ыстық сорпада пісіп кетеді, қорықпаңыздар. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.